Сәлеметсіздер ме? Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының жоғары медициналық колледжінің биология пәнінің мұғалімі Қадыл Мөлдір. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз көмірсуларды жіктеу, соның ішінде моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер, олардың химиялық құрылымы, көмірсулардың қасиеттері мен қызметтеріне тоқталып кетеміз. Жалпы көмірсулар дегеніміз құрамында көміртек, оттек, сутектен тұрады. Көмірсулардың молекулалық массалары артқан сайын олардың суда ерігіштігі де азаяды және дәмінің тәттілігі де кеми бастайды екен. Мына жерде бізде көрсетілген кестеде көмірсулардың яғни 3 түрі көрсеткен: моносахаридтер, дисахаридтер және полисахаридтер. Келесі слайдта жеке-жеке әрқайсына тоқталып өтеміз. Жалпы моносахаридтер дегеніміз бұл күрделі көмірсулардың мономерлері болып табылады. Гидролиздеуге ұшырамайды және де олар қарапайым көмірсулар болып табылады. Көміртек атомдарының санына байланысты олар мынандай топтарға жіктеледі екен. Триоздар, яғни бұл 3 көміртек атомы бар көміртектер, тетроздар бұл 4 көміртек атомы барлар, пентоздар 5 көміртек атомы барлар және гексоздар 6 көміртек атомдарына байланысты осылай жіктеледі екен. Енді моносахаридтерді класстар мен топтарға жіктесек, жаңа айтып өткеніміздей, триоза 3 көміртек атомы, тетроза 4 көміртек, пентоза 5 көміртек, гексоза 6 көміртек атомына жатқызады екенбіз. Енді олардың өкілдерін триозада 2 өкілін енгіземіз. Бұл жерде глицеральдегид бірінші өкілі глицериннің тотығу кезінде түзіледі. Бірінші реттік спирт, яғни топтары тотыққан жағдайда түзіледі. Ал диоксид ацетон бұл бізде екінші реттік спирттік топтар тотыққан кезде түзіледі екен. Ал тетрозаға жатады эритроза және рибоза. Эритроза бұл фотосинтез процесінде аралық зат ретінде көп пайдаланылады. Ал рибоза бұл өздеріңіз білетіндей пентоза, яғни 5-ші көміртек атомына кіреді. АТФ, РНК және Б дәруменінің құрамында кездеседі. Ал дезоксирибозада пентозаға жатады, ДНК-ның құрамына кіреді. Силозада пентоза 5-ші көміртекке жатады, көбінесе өсімдіктерде кездеседі. Кондитерлік өнеркәсіпте кеңінен қолданады екенбіз. Ал енді гексоза 6 көміртек атомды, яғни класстарға олардың өкілдері глюкоза, фруктоза, галактоза болады екен. Глюкоза бұл бізде крахмал, глюкоген, целлюлозаның мономерлері болып табылады және адам қанында глюкозаның мөлшері 80-120 миллиграмды құрайды. Жүйке жүйесі мен ішкі секреция бездерінің жұмысын реттейтін болып табылады. Ал фруктоза бұл бізде сахарозаның құрамына кіреді. Ол көбінесе жеміс шырынында көп кездеседі және қант қызылшасында көп кездесетін болып табылады. Ал лактоза кейбір полисахаридтердің құрамына кіреді және де ең көп адам ағзасында мидың құрамына кіретін күрделі липидтерді де түзеді екен. Дисахаридтер бұлардан екінші бір атауы олисахаридтер деп те атайды. Дисахаридтер құрамы 2 немесе бірнеше моносахаридтерден құралған көмірсуларды атаймыз. Дисахарид деп аты айтылып тұрғандай, дидің өзі яғни 2 моносахаридтердің құралынан жасалады дегенді білдіреді. Енді олардың өкілдері сахароза, мальтоза, лактоза жатқызады екенбіз. Сахароза негізі 2 яғни заттан құралады, яғни 2 моносахаридтен, глюкоза мен фруктозадан. Ол көбінесе өсімдіктердің тұқымында, жемісінде, тамырында көп мөлшерде кездеседі. Ал мальтоза бізде 2 глюкоза яғни мономерінен құралады. Сұлы және астық тұқымдастарының құрамына кіреді. Лактоза бұл бізде глюкоза мен галактозаның бірігуінен жасалады. Көбінесе сүт қанты, ана сүтінің және жануарлар сүтінің құрамында кездеседі. Сүтқоректілер төлдерінің басты энергия көзі осы болады. Яғни лактоза арқылы сүтқоректілер өз, яғни ұрпағын қоректендіретін болып табылады. Келесі полисахаридтер бұл жерде өте көп моносахаридтердің қалдықтарынан құралған жоғары молекулалы заттарды жатқызады екенбіз. Енді химиялық құрамына байланысты бұлар 2 топқа бөлінеді: гомополисахаридтер және гетерополисахаридтер. Гомополисахаридтер дегеніміз, яғни бір ғана моносахаридтердің қалдықтарынан құралады. Оларға жатқызамыз крахмалды, гликогенді, целлюлозаны, хитинді жатқызады екенбіз.
Ал гетерополисахаридтер булар түрлі моносахаридтердің қалдықтарына және олардың туындыларынан құралады. Яғни пектин, мурин, гепарин деген сияқты түрлерін бар екен. Енді полисахаридтердің өкілдеріне жеке-жеке тоқталатын болса, крахмал бұл бізде өсімдіктердің қор заты ретінде жинақталады. Ол майда дәндерде және өсімдіктердің түйнегінде, тамырында, асты тұқымдастарының дәндерінде қорға жиналады екен. Негізгі қор ретінде сақталады. Глюкоген бұл адам және жануардағы көмірсулардың негізгі қоры. Жасушада, яғни цитоплазмасында, кейде саңырауқұлақтардың құрамында да болады. Ал адам ағзасында бауыр мен бұлшықеттерде жинақталады екен. Целлюлоза бұл өсімдік жасушасының қабығының негізгі құрам бөлігі, яғни өсімдіктерге беріктік, тіректік қасиет беретін талшықтар негізі целлюлозадан тұрады. Сол сияқты целлюлоза өсімдік жасушасының мембранасында көп кездеседі. Ал хитин бұл буынаяқтылардың сыртын қаптайтын саңырауқұлақтар қабықшасының негізгі компоненті болып табылады. Енді бұл жерде бізде кәдімгі күнделікті тұрмыста қолданатын заттарымыз және олардың құрамында көптеген көмірсулардың ағзаға, яғни ағзалық зат ретінде түсіп тұратынын, яғни балдың құрамында, көкөністердің, жаңғақтардың, яғни какаоның, сүттің құрамында, қанттың құрамында, яғни нанның құрамында крахмалдардың бар екені бұл, яғни ағзалық заттармен біздің ағзамызға көмірсулардың енетінін көрсетеді. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.